Ассалаумалейкум достар, қазіргі уақытта осы шашлыкты минеральный сумен және жұмыртқадан дайындап жатады. Сол рецептпен менде сіздерге жасап бөліскім келді. Мені видеомда толықтай қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің ары қарай өніп өсуіне өздеріңіздің үлестеріңізді қосасыз деген ойдамын. Мен тауық етін пайдаланатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қалаған етті пайдалансаңыздар болады. Етімізді осылай видеодағыдай етіп кесіп алатын боламыз. Бізге жуа қажет болады. Жуамызды ашып, тазалап жуып алатын боламыз. Одан кейін мен сияқты осылай кессеңіздер болады. Жұқа етіп немесе үлкен етіп кессеңіздер де болады. Жуамызды осылай ыдысқа салып аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз қосып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Яғни жуаның согын шығаратын боламыз. Окорочкамыздың барлығын кесіп болғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, шашлыкқа арналған дәмдеуіштер болса қосасыздар, паприка, кориандр, тағы да өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап қолымызбен араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жуамыз саламыз жаңағы, одан кейін жұмыртқа салатын боламыз. Одан кейін минерал суын құямыз, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке бір түнге қоятын боламын, немесе 4-5 сағатқа қойып қоюға да болады. Тауық етіміз бір күндей тұрды. Бетін ашып, осылай видеодағыдай шпажкаға салып шығатын боламыз. Барлығын осылай противеньге салып аламыз да, одан кейін 200 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Біздің шашлығымыз дайын болды. Еті лүпілдеп, сога ағып керемет болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, және де пікір қалдырып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы каналымды, видеомды достарыңызбен бөлісіп, менің каналымның ары қарай дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосасыз деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Әзерке Мейрамқызы. Ассалаумалейкум.